Мына түркі заманының ескерткіштері өте көп қой. Бүкіл Қазақстанда, көршілес аймақтарда, шығыста да, батыста да, оңтүстікте де, арқа жерінде де, әрине. Желеу ғұрпы жақсы зерттелді, түркі заманының. Мәдениеті жақсы зерттеліп жатыр. Соғыс өнері керемет, яғни артефакттар өте жақсы көп табылды. Зергерлік өнер деген сияқты айта берсек, бұл енді таусылмайтын нәрсе, құрылыс өнер деген сияқты. Мына арқа жері түркі заманында әрине қоныстанған екі үлкен халықты атауға болады. Алғашқысы Оғыз, одан кейін Қыпшақ. Қыпшақ кейінірек келді. Қыпшақтың өйткені байырғы мемлекет құрған жері бұл Монғолия жері болған. 7-ші ғасырда ескі Қыпшақтар. Ол туралы мына Қытай жазбаларында айтылады. Мына Сеянто бірлігі, ол бәрі сол енді ескі Қыпшақ қой. 8-ші ғасырда Сір Қыпшақ, шығыс қағандығын құрған халықтың бірі, яғни түрік қағандығын. Оғыз, Сір, Қыпшақ. Онда да оғыздар қатар жүр. Оғыз Алтай, Қыпшақ оның шығысқа қарай. Батысқа кішкене сырғығанда миграциялық жолмен бұлар тағы да қатарласып болды. Оғыз Сырдарияның бойын көбінесе қоныстанды. Енді Қыпшақ Сарыарқаны. Оғыз да Сарыарқа жеріне жазғайларда көшті. Яғни бұл жерде араб деректерінде де айтылады, оғыздар мен қыпшақтардың арасында келісім болған. Жазғайларда ортақ пайдалану. Бұлар өйткені этникалық жағынан жақын өте. Тіл де бір деп айтуға болады. Баяғы замандардан араласқан халық. Аңыздары да бір, тарихы да бір. Сондықтан әрине бұлардың арасында үлкен сондай келіспеушілік болмайды арқа жерінде. Қатар бұлар қоныстанған, яғни мына қазіргі Сарыарқа жеріндегі ескерткіштер олардың көбі сол Оғызға да, Қыпшаққа да тиесілі деп айтуымызға толық негіз бар. Енді Қыпшақ әрине ол енді оның бірлігі бара-бара қуаттанды, ал Оғыздың бірлігінің кішкене әлсіреуі ол селжүктердің бөлініп кетуіне байланысты болды да, олар оңтүстікке кетті ғой. Мына осы кезде Қыпшақтың үстемдігі әрине тіпті айқын сезілді. Дешті Қыпшақ, бұрын Дешті Ғұз деп аталған дала, енді Дешті Қыпшақ деп аталды. Және Жайық пен Еділмен тоқтамай, білесіздер, 11-ші ғасырдың ортасында Қыпшақтар батыс даланы басқарды. Соған өтті, әрі қарай сол даланың еуропалық бөлігінде өзінің үстемдігін жалғастырды. Мәдениеттер жақын, құрылыстары, өнері бір-біріне солай жуықтайды. Сол себепті енді Оғыз бен Қыпшақты меніңше бөліп қарауына керек жоқ. Жазба деректердің өзіндегі тілдің жақындығы көрініп тұр. Оғызнаманы арасақ, Оғыз қаған эпосын барлығының сол аңыздары сол бір тамырдан тараған деп айтуымызға болады. Енді мына Оғыз қаған эпосын бізден Қазақстанда тиянақты зерттеген және мәтін жариялаған Құлмат Өмірәлиев қой. Жақсы зерттеуші. Сосын өздерің білесіздер, Көроғлы кейінірек, басқа да деректер бар, қолжазбасы сақталған, Ватиканда бар ғой, қолжазба. Міне осының бәрі нені көрсетеді, ұқсастығын, мәдениетінің жуықтығын дейміз. Енді аңыздың бірі сол Оғыз қағанның өзі, даңқты билеуші. Оғыз қаған енді оларға синтетикалық не ғой енді, синтезді, дұрыс айтқанда, синтезді бейне. Яғни ескі замандардың, арғы замандардың ұлы билеушілермен, одан кейінгі замандардың, түркі замандағы ұлы билеушілерінің, оның ішінде түрік қағандарының бейнесі бір болып көрсетілген. Яғни Оғыз қағанның бағындырмаған жері жоқ. Шығыстағы мұхитқа дейін, батыстағы Қара теңізге дейін маңайдағы халықтардың бәрі бағынышты. Оның ішінде сақлаптар, өз баласы, славяндар, тағы басқа барлығы. Сосын енді ол аңыздар арасында дәлгі өзінің ұлдарына билікті тапсырады. Сонда оқты тарату, заңды билік белгісін тарату бар. Оққа жерге атылып түссе, сол жерде билейді. Бұл тіпті ескі аңыз, Геродотта да бар нәрсе. Яғни олардың бәрінің өзі сабақтасып келген көне аңыз жалғасын тапқан түркі заманында. Сонда бір ұлына, сол осы арқа жеріне Оғыз қағанның оғы түскен ұлына оқты бөліп береді. Енді бір оғы алтын, бір күміс болды дейсіз, тағы бір оқты бұзып береді, содан бұз оқ деген шыққан деген аңыз бар.
Енді ойлап келсек, мына қазіргі зерттеушілер бұл енді дұрыс аты қайткенмен де бұл мекеннің ол боз оқ болу керек деп, яғни түспен байланыстырады көбірек, иә. Өйткені расында да әлгі Ақ Орда деген бар, әлгі Көк Орда деген бар, Боз Орда деген бар деген сияқты. Яғни мына осыны қарасақ, ол атауларды түспен белгілеу атауларда оның алдында болған талай рет. Мына боз оқ деген сол енді келеді. Иә, ол бір бағытты көрсетеді, түсті белгілі бір ортаны, мүмкін сол орталық жер солай аталған шығар. Енді ол оны әрине зерттеу керек, яғни ол кездейсоқ емес. Ғасырлар бойы келе жатқан қалыптасқан атау. Біздегі ең үлкен маңызды нәрсенің бірі сол жер аттарын сақтау ғой. Біз кейде соны ескермейміз де, жер атына кісі атын береміз. Әр жерде ол енді қате, үлгі. Ол үлгі қате Еуропадан келген, отарлаушылардан келген үлгіні біз соны жалғастырып кәдімгідей. Қазірде мына кейбір жер аттарына мен таяуда ғана мен неден оқыдым, Фейсбуктан, мақтанып жазыпты, мінекей біз Жүсіпбек Аймауыттың атын бердік ауылға деп. Ол жердің аты тұр, ауылдың Жосалы деген ауыл екен. Соны сақтау керек. Ұлы адамдар өкпелемейді. Ескерткіш қоямыз, ескерткіш көше береміз деген сияқты, музей, мұражай ашамыз. Ал жер аты сақтау құнды. Өйткені бұрынғы заман болғанда, мына соңғы ғасырларда отарлаушылар ең бірінші жер атын ұмыттыруға тырысқан. Жер атын ұмытса, халық тарихын ұмытады. Тарихын. Сондықтан әлгі жер аттарын өзгеріп кетті. Қараңыздаршы, кісі аттарын берген бәріне. Ивановка, Николаевка, тізе берсек көп деген сияқты. Патшалардың аттарын берген. Біз де солай беріп жатырмыз. Дұрыс емес. Жер аттарын қайтарсақ, Жарбұлақ па, Жарбұлақ деген сияқты. Енді не керек? Қабанбай енді ол әр уақытта адамдардың есімдерін бірнеше жерге беріп деген сияқты олады. Ондай жаңылыс жарамайды. Жер аты талай рет айттық, топонимикалық мәдениет деген бар, топонимикалық ұстаным деген бар, аномастикалық, өте маңызды нәрсе. Шет елдерде қатаң сақталады. Онда кейбір елдерде болған ондай ауытқу. Әсіресе мына социалистік елдерде одан кейін бәрі қайтарды. Өзі байырғы аттары қалпына келді. Бізде де солай болуға тиіс. Қандай ұлы адамдарымыз болса да, жер атын біз бірінші таңдауымыз керекті, соны қалдыруымыз керек. Ғасырлар бойы халық мекендеп қалыптасқан кәдімгі ат тұрақты, жер аты. Мына биылғы 2020 жыл, былтырғы 2019 жыл, бұл Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығының атап өткен жылы. Ол біздің елде ғана емес, көптеген мемлекеттерде, әсіресе түркі мемлекеттерінде қолға алынған үлкен іс болды, тарихи. Оның жақсы нәтижелері де болды, өйткені халықаралық конференциялар өтті. Мен өзім бірнеше конференциялар қатыстым, халықаралық, Атырау қаласында, Таразда, Қарағандыда, Астанада болды. Биыл тағы да Астанада ұлттық музей ұйымдастырған онлайн конференция өтті. Сол Алтын Орда мәселесімен, қазақ хандығы мәселесімен шұғылданып жүрген бірқатар мамандар қатысып, өздерінің ой пікірлерін айтты, жорамалдарын айтты, ойлармен бөлісті. Мұның бәрінің маңызы болатыны, өйткені біздің халқымыздың орта ғасырдағы тарихымен байланысты ғой. Тікелей байланысты. Алтын Орда мемлекеті және Алтын Орда мемлекеті ғана емес, сол замандағы оның алдындағы Жош ұлысы, батыс мемлекет, батыс Қыпшақ мемлекеті дейміз, Алтын Орда, шығыс Дешті Қыпшақ мемлекеті дейміз. Барлығы сол Жош ұлысынан, Жош ұлысы ұлғайған кезде пайда болған қалыптасқан мемлекеттер. Енді менің ұғымымда, енді менің ғана емес, бірқатар тарихшылар, осы академиялық тарихшылар оны мойындайды. Қазақ хандығының алдындағы мемлекет ол шығыс Дешті Қыпшақ мемлекеті. Олар жазба деректерде Көк Орда немесе Ақ Орда деп аталатын ел. Оның енді Көк Орда, Ақ Орда деп аталудың өзінің несі бар, себептері, түсіндірмелері бар. Біздің сол қолдайтынымыз, мұна бастапқыда Көк Орда осы Ертіс аймағында шығыс Сарыарқа жерінде қалыптасты да, кейін орталығы Сырдарияға ауыстырылғанда Ақ Орда деген атты қабылдады. Осындай жорамалдар бар, ғылымда беккен. Мысалы, біздегі
үлкен ғалым, орта ғасыр мамандығы Клавдия Антоновна Пещурина. Енді бұл мемлекеттің тарихын зерделеген біздің осы өлкеден шыққан тарихшымыз Қанат Өскенбай Сұлқарышұлы. Ол монография шығарды 2013 жылы қазанда, Шығыс Дешті Қыпшақ мемлекеті деп. Мұнда енді егжей-тегжейлі Шығыс Дешті Қыпшақ мемлекетінің қарым-қатынастары сипатталған, хандары, билеушілері. Енді өкінішке орай мына біздің мемлекетімізде Қазақстанда ұлы тұлғалары әлі күнге дейін дәріптелмей келе жатыр. Енді біз жаңа ғана орнатып отырмыз ғой, Керей мен Жәнібекке ескерткішті. Енді Абылай хан ол бері заманды жақсы біледі, ол батырларымыз деген билерімізді, ал одан арғы қазақ хандығына дейінгі ұлы тұлғалар, олар ескерілмей жатыр. Енді заманы келеді, ескеріледі. Мысалы, даланың ұлы ханы Орыс хан, мысалы айтайық, оның қаһарман балалары Тоқтақия, Құтлы-Бұқа сияқты Әмір Темірге қарсы тұрған керемет. Немесе Орыс ханның алдындағы Шығыс Дешті Қыпшақ мемлекетін басқарған Қойыншы хан, Баян хан керемет тұлғалар болған тарихта. Жарқын іздерін қалдырған, дала халқын біріктірген, сыртқы жаулармен айқасқан, елдің тұтастығы үшін олар қаншама өзіне тер төгіп, үлкен ерен қимыл көрсеткен. Енді айтайық, мысалы Баян хан, оның енді өзінің түп қонысы осы Шығыс Сарыарқа, онда мына Аягөз аймағы болса керек. Өйткені аңыз әңгімелерде бар ғой, ол ұмытылмаған. 18 ғасырда капитан Андреев жазып алған. Осы ескерткіш Баян хандікі деген ескерткіш бар. Енді халықтың былай аңызында бәрінде енді шатастырылды. Қозы көрпеш Баян дағы эпикалық қаһармандарымен сөйтіп Баян хан есімі ұмыт қалды. Енді өйткені мұнда сол Қозы көрпеш Баян сұлу әңгімесі басып кетті де, алдыға шығып, Баян хан көмескіленді. Бірақ аты сақталған, ісі сақталған. Тіпті мына арғын қаракесектің ішінде Хангелді Баян деген ата бар, ру. Енді оның қазір ұрпақтарын өзі табу қиын, бірақ бір кезде сол ұлыстан келген, сол ұлыстың адамдары, солардың есімдері қалған. Ал неге Хангелді Баян? Өйткені Баян бірнеше жыл мұна сол ішкі алауыздық болған мұнда, сыртқы мемлекеттердің араласуымен. Сосын Баян анау Жайыққа дейін кеткен, төменгі Сырдарияға дейін кеткен. Сосын қаншама жыл сол жақта айқасып жүргенде өзінің қарсыластарымен саяси елге қайтып оралғанда, енді жаңа туған нәрестеге Хангелді Баян деп қуанышты сондай есім қойған екен. Сол бір адамның есімі Хангелді Баян деген. Сосын енді қараңыздар, бұл кісілердің есімдерімен ұлыстар аталған. Мысалы, Қойыншы хан, енді оны Қадырғали Жалайыр дұрыс аңғарады ғой, ол енді ол моңғол сөзінің қазақшасы қойшы аты. Бірақ оны басқа да дыбыстау бар. Қоянышы деген бар, мысалы, ондай ру аты да бар. Мына Найман ішінде Көнші деген бар. Ол ұлыстың аттары негізінде. Ұлыстың аттары. Олардың барлығы сол Қойыншы ханның есімімен байланысты болуы ғажап емес. Солай, тіпті солай да шығар деп есептеуге болады. Қойыншы алғаш тәуелсіз мемлекет қалыптастырған, Шығыс Дешті Қыпшақта. Сосын саяси жолын қалыптастырған. Саяси жолы қандай? Сыртқы саясаттағы. Шығыстағы Юань мемлекетімен достық қарым-қатынаста, яғни Құбылайдың орнатқан мемлекетімен, түркі-моңғол мемлекеті ғой, ол да және Қытайды бағындырып. Сосын оңтүстік батыста Хулагу мемлекетімен, міне достық қарым-қатынаста. Ал Алтын Орда болса, бұл екі мемлекетпен ол қарым-қатынастар күрделі болған. Мысалы, Құбылай ханды Алтын Орда оны мойындамаған билеушілері. Құлагу мемлекетімен де олардың кикілжіңі болды, арасындағы жер дауы деген сияқты үлкен. Ал Қойыншы болса, мінекей осы мемлекеттермен достық қарым-қатынастық және елшілік алмасу бар. Міне елшілік алмасулары бәрі жазылған, ол сол Юаньшиде де бар, Минши тарихында да бар, яғни бұл тұрақты саяси жол. Кейін оны кейінгі билеушілер жалғастырды дейміз. Енді Сарыарқа жері. Сарыарқа жері үлкен ғой. Қараңыздар, содан Ұлытаудан басталса, мына Аягөз Тарбағатайға дейін бұл Сарыарқа деп аталады. Кең қоныс, халықтың бақытты қонысы, жақсы жері, құнарлы. Бұл жерде әрине қаншама біріктер болған, тарихтағы әйгілі халықтар болған. Сосын бұл жер арқылы қанша сауда жолы өткен, қаншама көне. Біздің енді бір ұғымда мына Ұлы Жібек жолы деген ұғым бұл тағы да алдыға шығып кетті да, ал дала сауда жолы деген қалып қойды.
Ол бар. Дала сауда жолын енді алғаш айтқан сол антик тарихшылары. Қараңыздар, Геродотты жазған, оның алдына Ресей жазған. Ол қайдан келіп тұр? Қара теңіз жағалауына әлгі архипелер туралы, Исидонлар туралы, Аримаспылар туралы деректер, тіпті Гиперборей туралы осы сауда жолы арқылы келген. Арқа сауда жолы арқылы. Мына қазіргі мына Есіл Нұра осы аймақтар арқылы басып өткен. Мына соңғы жылдары Назарбаев университеті бар, оның археологтары. Сосын біздің мына Шәкәрім университетінің жастары бар. Біз сол мына Көкентау маңына, Семейтау маңына барып қазба жұмыстарын жасағанда, сол бір ойымыз сол сауда жолының ескерткіштері де болады. Ескерткіштер демекші, ол ескерткіштер енді былай жер бетінде жарқырап көрініп тұрған жоқ, әрине. Оны іздеп табу ол енді болашақтың істеп мәселе. Өйткені мынау ертістің бойынан Қара теңізге дейін тоқтаусыз болмайды ғой енді. Бір жерлерде тоқтайды, керуендер тоқтайды. Олардың деген сияқты әлгі оңтүстігідей болмаса да басқа құрылыстар салынады. Дала қалалары болады, бекіністері болады. Міне соның бір көрінісі менің ойымша мына қазіргі біздің мына Астананың іргесіндегі Бозоқ қаласы. Бозоқ қаласы енді бір сәті түсіп жақсы зерттелді. Өйткені бұл істі әйгілі археолог, біздің мақтан тұтатын тұлғамыз ғылымдағы Кемал Ақышев бастаған. Енді одан кейінгі жылдары мінекей Марал ханым жақсы зерттеулер жүргізді. Қазір бүкіл елге және шетелге танымал бұл ескерткіш туралы. Естуімше, енді бұл өлкеде және мұражай жасалынып жатыр, қалпына келтіру жұмыстары, реконструкциялық жұмыстар жүргізіп жатыр, оның бәрі қуантады. Мен осы Бозоқ қаласы арқылы да сол әлгі сауда жолдары өткен. Шығыс пен батысты. Шығыс пен батыс өзі даланың үзілген. Шығыс дала мен батыс даланың өзін байланыстырып тұрған жол. Ең сол тиімдісі осы жол болды. Өйткені Ұлы Жібек жолы кейін қалыптасты ол. Әйгілі оқиғалар өткен. Енді біздің зерттегеніміз енді мына Әмір Темір заманына қатысты болды. Әмір Темір заманы болғанда, оның алдында қараңыздар Шыңғысхан. Шыңғысхан мына Хорезм мемлекетін жаулаудың алдында әскерін Торғай даласына қай жолмен жібереді? Арқа жолмен жібереді. Сол мінекей Есіл Нұра, сол баяғы ескі көмескі, сол көмес тартқан сауда жолы, сол кәдімгідей ол миграциялық жолда. Мен осымен өзінің әйгілі әлгі жасағын жіберіп, жебемен сөбедейді. Яғни әлгі Хорезм мемлекетін күшін байқау, алғашқы шайқастарды ұйымдастыру деген сияқты. Сосын дала халқының аңыздары да осыған байланысты, сол оқиғаға байланысты Шыңғысханның билігін дала халқының көбі мойындайды ғой. Өйткені Шыңғысхан жойқын күшпен келді, шығысқа түркі-моңғол тайпаларын біріктіріп. Сосын мына Сарыарқадағы сол кездегі тайпалар, енді олар енді қазақтардың да, көршілес башқұрт халқының да ата-бабалары, олар мойындайды сол күшті. Аңызда қалай? Қазақта да бар, башқұртта да бар. Майқы би бастаған 12 би Шыңғысханның алдына барып, сосын өз елдің тайпаларын билеуге кәдімгідей сол билеуді заңдастырады. Таңбаларын алады деген сияқты, ұрандарын алады. Мінекей, яғни дала халқы, Сарыарқа халқының сол үлкен әлеуеті, күші Шыңғысханға солай бірігеді. Міне сол кездерде. Бұл енді бір жылда жүзеге аспаған шығар. Сол енді 1214 жылы, мысалы 15 жылы, бірақ бірнеше жыл шеңберінде сондай мінекей осындай құбылыс ол жақсы байқалады. Бұдан кейін енді қараңыздар Әмір Темір заманы, әлгінде айтқан. Енді Әмір Темір Шыңғысханның көптеген әлгі стратегиялық, тактикалық тәсілдерін жете меңгерген ұлы қолбасшы ғой. Енді дала халқы үшін әрине ол енді жаугершілікпен келді. Бағындыру. Өйткені көшпелі тайпалар Әмір Темірге бағынбады. Үнемі қарсылық. Әмір Темір Иранға кеткенде немес Кавказға соққы береді. Кім? Көшпелі тайпалар. Оның ұлы көсемдері болған. Оның бірі Еңгетері, тағы басқалары бар. Сарыбұқа, Қыпшақ, Әділшах, Жалайырдан. Еңгетері ол Аргенаут пен арғындарының керейлерді басқарған. Осындай, Қамараддин, Дулатты басқарған. Міне осылар дала көсемдері. Қаншама жорық жасайды, олар жазалауға ұстай алмайды, енді бағындырады кейбірін. Бірақ дала халқы сол бойы бағынбай кетті. Ақыры Әмір Темір дала халқымен сол ынтымаққа келудің саяси жолын іздеді. Дала халқының бірі Қожа Ахмет Яссауиға кесене тұрғызды. Міне бұл ісі оны стратегиялық. Дала халқының көңілін аулау, сеніміне жақындау. Сөйтіп кәдімгідей түркі моңғол халқының ескі уақыттағы сол бірлігін
сол қалпына келтіруге күш салды. Бірақ ары қарай өзі білесіз, өздеріңіз білесіздер, Әмір Темір ары қарай өзі ары қарай Қытайға жорғын бастауға өмірі жетпеді. Әмір Темірдің үлкен бір жорығы осы Сарыарқа жермен өткен. Ол осы мына Еңгі Төреге қарсы жорығы 1389 жыл. Бұл туралы зафарнамада жазған, екеуінде де жазған. Шәмидің зафарнамасында да жазған, Әли Езидің де зафарнамасында осы жорық баян етілген. Бір қызығы, енді шығыстанушыларды жазғыруға болмайды, бірақ олар енді мұнда жер аттары бейтаныс. Енді көп бұлай жиі аталмайтын, және жиі аталмағанда мүлде басқа деректерде жоқ. Жер аттарын олар аңғара алмайды да, Әмір Темірдің сол мына Еңгі Төреге жорығы сол Жетісу арқылы өтті деп есептеген. Тексердік. Бұл туралы мақалам шыққан 99 жылы. Сарыарқаның жер аттары тұр. Сарыарқа. Ол қалай болады? Өйткені Әмір Темір 1389 жылы жойқын әскермен Алтын Ордаға, өзінің қарсыласына, өзіне қарсы шыққан Тоқтамыс хан мемлекетіне, Алтын Орда деп енді әдебиетте солай айтады ғой. Менің пікірімде бұл Алтын Орда емес, ол Тоқтамыс хан мемлекеті ұлық ұлысты. Мен Алтын Орда демеймін, осы Тоқтамыс ханның мемлекеті деймін, ұлық ұлыс. Мені соған жорыққа шығады. Оның алдында қалай оқиға болған? Үргенішті талқандайды Әмір. Үргенішті неге талқандайды? Өйткені ол Тоқтамысты жақтап кетеді. Тоқтамыс, соған енді Тоқтамысқа берілген үшін Үргеніш жазаланады. Жермен жексен етіледі дейді. Енді жылнамаларда, енді мүмкін олай толық келе алмаған шығар, бірақ жылнамаларда тура енді қала түгел қырғынға ұшыраған үлкен. Сосын міне сол аймақ Төменгі Сырдарияда жүреді Әмір Темір. 1389 жылдың басында. Сосын Алтын Орда енді әрі қарай жер онша қашық емес, Алтын Ордаға Еділге бару керек. Соққыны сол жерден беру керек Тоқтамысқа. Кеңесшілердің кеңесіне құлақ түреді. Олар айтады, біз о жаққа барсақ, мына жақта тағы да Еңгі Төре, Қамарадин, олар бізге Самарқандқа, Мәуереннахрға шабуылдайды. Әуелі біз соларды бір жеңіп, соларды бір ретте басақ деген сияқты ұсыныс. Әмір Темір ойлана келеді, стратег біліп отыр, оның алдында талай қайталанған. Оқиға Еңгі Төре 1386 жылы расында да Мәуереннахр үлкен талан-таражға ұшыратып, күшіне әлсіресіп кеткен Әмір Темірдің. Арада 2-ақ жыл өтті ғой. Сосын Әмір Темір бұл ұсыныстармен келіседі. Сосын Еңгі Төреге шығады. Сонда қараңыз, бұл Жетісу арқылы бару керек Еңгі Төреге. Ол Сарыарқа арқылы барады. Яғни мына Сарысудың бойымен. Сарысу керегі ол өзен, су бар. Бірақ ары қарай енді арқаның табиғаты белгілі. Мына Есіл Нұрада сол аймаққа жатады, яғни онда су тапшы. Жаздың күні ыстық. Расында да жорық өте ауыр болған. Сосын басқа бір жорықтарда кездеспейтін нәрсе, Әмір Темір мына өзінің әскерінің енді 90 мың шығар, соның 3/1-ін қайтарып жібереді. Қайтарып жібергенде жаяу қайтарады. Қалған әскер екі қос атпен жүру керек. Жылдам жету үшін өзінің қарсыластарына. Сол тәсіл. Енді 30 мың адамның тағдыры белгісіз. Енді олар қалай жаяу жетеді Самарқандқа. Сонда Сарыарқа төсінен енді ол енді әрине бізді ойландырады. Бірақ енді сондай қатал шешім қабылданған. Оны енді басқа өзінің қолбасшылары да қолдаған. Сөйтіп қосатты қылады әскерін. Сосын қауырт жүреді шығысқа қарай осы. Сонда аталатын жерлерді қараңыздар. Ортақ, Ортау, Тоқырауын. Тіпті әрі қарай тіпті таныс. Көксала, Шұбартау жеріндегі. Аягөз өзені. Аягөзге шығыстан емес батыстан келген Әмір Темір. Мен осындай нәрсе, 1389 жылы. Расында да бұл жорығы, енді ол стратег қой. Расында да Еңгі Төре оларға ойламаған, олай келеді деп. Сол себепті олардың ұлыстары Тарбағатайда болғанда, мына Алакөл мен Тарбағатайдың арасында. Сол жерге кәдімгі терістіктен келген. Бұрын енді ылғи оңтүстіктен келіп жүрді ғой Әмір Темір. Сосын олар шегініп үлгеретін. Осы жолы өздері кетіп қалса да ұлыстары қалып қойды. Енді бәрі енді өздерімен бірге де қалып кетті ғой біраз. Ал кете алмағандар қалып қойды. Оған Еңгі Төре кінәлі емес. Сосын солар қырғынға ұшырады. Қырғын болғанда тұтқындалды көбі. Аман қалғандар Еңгі Төремен Ертіске кетті. Әмір Темір Тарбағатайдан Ертіске аттанады. Ертістің бойын кәдімгідей онда айтылған, сол жылнамаларда
аралдарына дейін сүзіп өтеді. Оң жағалауына шығады ертістің. Орманда, осы мына біздің орман шығар, мына өзінің әлгі жауынгерлер таңбаларын қойып кетеді. Әмір-темір сөйтіп жазалайды. Енді оның енді мына шығыс дешті қыпшақ жеріне әрине кішкене ыңғайсыз болды, өйткені халық үрейленді, халықтың саны азайды, демографиялық үлкен кері құбылыс басталды. Кейін бұл жерге қалмақтардың келуіне жағдай туды. Көрдіңіздер ғой, түркі тайпалары азайып, ығысқаннан кейін арқа жеріне қарай. Бірақ арқа жеріне ығысты. Міне. Сөйтіп тағы да бәрібір сол Есіл Нұра аймағына халық сырғыды. Мұнда мына нәрсені айту керек. Бірнеше рет ірі миграциялық толқын болған. Орта Жошы ұлысының көлемінде де, және мына шығыс дешті қыпшақ. 13 ғасырда енді Алтын Орда күшейді ғой. Орталық енді Бұлғар, одан кейін Сарай Әл-Махруса, Сарай Әл-Жадид. Міне сол кезде енді қалалар, сауда, гүлденіп тұрған мемлекет, сол жаққа қарай дала халқы жақындады. Одан кейін енді ол Алтын Ордадағы мемлекеттің отырағанда енді ішіндегі бүлік және бату мемлекетінің құлауы. Оған себеп болған бірі, ол табиғи фактор жай ғана дұрыс айтылып жүр. Яғни пандемия, қара, өлім, сұмдық. Әрбір 10 адамның 9-ы кеткен. Ол орыс жылнамаларында жазылған. Әрбір 10 сол үйден бірақ үй аман қалған. Дала халқы да солай болды. Бұл індет енді батыстан тарады негізінде. Ол сол шығыс Сарыарқаға жеткен жоқ ол індет. Міне осы кезде қырылған халық. Бату мемлекеті күйреді. Енді оның басқа себептер бар, ішкі тартыс, әулеттер бір-бірімен тартысты деген сияқты. Міне осы кезде енді көшпелі халық біраз жайсызданды ғой. Сосын шығысқа қарай кетеді, арқа жеріне қарай, қайтадан. Бұрын барғандары бар, басқа халықтары бар деген сияқты. Міне тағы да миграциялық толқын. Әлгі аңыздарымыз бар ғой, әлгі асан қайғыны жерек түзеді деген сияқты. Міне өйткені заман алмалы төкпелі, жайлы заман әрі қарай жайсыз заманға ұласады да, сосын халықты ойлау керек. Көсемдері, билері, әлгіндегідей батырлары оларды бір қонысқа кішкене апарады. Сондағы бір қашып жүрген нәрсе, ығысып жүрген соларға індетті болған. Сол кездегі індетті. Соғыс қана емес. Енді 14-ші ғасырда, 14-ші ғасыр болғанда, 14-ші ғасыр енді сол Алтын Орда Бату мемлекетінің күйреуі ғой ортасында. Одан кейін Тоқтамыс мемлекеті шығады. Ұлық ұлыс деп өзін жариялайды. Тоқтамыс өйткені мына батыс бұл кезде шығыс дешті қыпшақтың күйзеліске ұшыраған. Әмір-темірдің шабуылынан кейін Әмір-темір Тоқтамыста күшейткен, жақсы білесіздер. Сосын енді ол мемлекет мына батыс Қазақстанның мына Ұлытауға дейінгі аймақтағы да біріктіріп алады. Яғни бұл бұрын Бату мемлекетінің өрі одан да ірі болып шығады, Тоқтамыстың мемлекеті. Міне сол кезде тағы да бірқатар халық Тоқтамыс мемлекетіне қоныс аударады. Енді бұл мәселеге біздің мына қазіргі ғалымдардан Юлай Шамилоғлы мырза назар аударып жүр. Тоқтамыстан бірге Қырымға барды, арғындар, қыпшақтар деп. Мінекей ол арасында да ол келеді, өйткені қисынға да келеді, және логикаға да келеді, деректерге де қайшы келмейді, өйткені арасында да көп халық ығысты. Енді ол мемлекет тағы күйзеледі, өздеріңіз білесіздер, Ноғай ордасы құрылады, немесе Едіге мен Тоқтамыстың тартысы, тағы жайсыз заманда қайтадан арқаға. Яғни мына Есіл Нұра, одан асса мына ертіске дейінгі халық, ол талай рет ығысқан, Қара теңізге дейін, Еділге, шығысқа дейін. Міне сондықтан біздің әлгі эпикалық санамыздың кең болатын солай. Ылғи қарасақ, әлгі Ноғайлының батырлары жырланады. Ноғайлының батырлары дегеніміз сол Алтын Орда. Одан кейінгі мемлекет Тоқтамыс мемлекеті. Одан кейін ол Ноғай ордасы бәрі Ноғайлы. Ал шығыс Қазақстан кезінде ол кезде енді біртіндеп қалмақтар орныға бастайды. Мұнда тағы да түркі-моңғолдың бірлігі жарасып деп айтуға болады. Мұнда сол кім қуатты? Енді қуатты болып кейін қазақ хандары шықты. Олардың құрамында қалмақтың достары да болған. Мысалы Тәуекел хан қазақ пен қалмақтардың ханы деп тұрды ғой. Яғни шығыстағы аймақтарды бағындыруға енді кейін әрине қазақ хандары әрекет қылған. Есіл Нұраның алатын орны үлкен. Міне соның ішінде Бозоқ қаласы, өйткені бұл кәдімгідей Сарыарқаның төсі, орталық бөлігі, немесе шығыс пен батысты байланыстырып тұрған жер, және ол ғана емес, оңтүстік пен солтүстікті деген сияқты.
мына бұл өте үлкен менің ойымша перспективасы бар мұны зерттеудің. Мына жасалып жатқан мұражай, музей ол өзінің нәтижесін береді міндетті түрде. Мұнда міндетті түрде әлгі реконструкциялық жұмыстар жақсы сапалы жүру керек. Хан ордаларда болатын шығар, өйткені ол Алтын Орданың хандары да, Шығыс Дешті Қыпшақтың хандары да, және Қазақтың хандары да сол өлкеге барған кезде сол өлкеде өздерінің ордаларын құрып, биліктерін жүргізген. Өйткені даланы біріктіру үшін міндетті түрде көшіп қонып, бір орындан бағынбайды халық. Сөйтіп жүрген. Оны Абылай ханның да өзінің үлгісінен көреміз. Абылай ханның қараңыздар көшпелі ордалары қалай. Көкшетауда да болды, Обағанда да болды, Обаған Тобылда, Аягөзге де келді. Яғни ұлы даланы біріктіріп, Түркістанда ұлы хан болып отырды. Яғни даланы қамту өте үлкен. Қасым хан алдыңыз 16 ғасырда. Жетісуда да, Ташкент түбінде де, Сарайшық. Міне қаншама, өйткені бір этникалық бірліктегі халықты сол басқару үшін әрине соның барлық мекендегі билікпен таныс болу ғана емес, соларды өзінің қарамағына алып, солай үлкен бір ынтымақты қалыптастыру керек. Мына қазақтың әлгі шежірелері де соған бағытталған. Яғни елді біріктіру, бір атадан тарату, бәрін туыс қылу, сосын ірілендіру ұлыстарды. Ірілендіру. Біз кейде бұл ұрыстан айырылып қалатындай жағдайларымыз бар. Ал шын мәнінде орта ғасырлардың өзінде сол халықтың ірілену мәселесі жақсы көтерілген. Әр жердегі ұлыстарды біріктіру, қазақ қылу. Мысалы, көріңіздер, мына қырғыздың ішінде, қырғыздан да қазаққа қосқандар, башқұрттан да бір кезде ноғайдан қаншама халық көшіп келді. Мұның барлығы сол біздің халқымыздың сол кездерде іріленіп, үлкен сол супер этносқа айналғандығын көрсетеді. Есіл Нұраның тарихы зор тарих, үлкен тарих. Оны әлі талай зерттеу керек. Мына қазір жасалып жатқан игілікті істерге мен табыс тілеймін.